Саламатсыздар болшы. Жақсы отырыңыз. Бүгінгі жоқ сұрақтар? Ерас? Себепті ме? Жақсы. Ал, оқушылар, біз бүгінгі тақырыпты бастайық. Біздің бүгінгі өтетін тақырып көп мүшелерді көбейту. Біздің бүгінгі сабақтың мақсаты көп мүшені көп мүшеге көбейтуді орындау. Енді оқушылар, біз бүгінгі жаңа тақырыпты бастамас бұрын өткен тақырыпқа тоқталайық. Өткен тақырыпты қайталайық. Біз алдыңғы сабақ не өттік? Кім айтады? Жұмағали. Bir мүшені көп мүшеге көбейту. Bir мүшені көп мүшеге жазып отырмыз. Bir мүшені көп мүшеге көбейтуді өттік. Біз оған қатысты есептер шығарған болатынбыз, тапсырма орындадық. Мен қазір соған қатысты сіздерге есеп беремін. Қазір әр топқа екеуін танытып, бір орындаймыз. Түсінді ғой? Кейін тақтаға бір оқушы шығып орындайды. Мынау қараймыз. Oldu mu? Al değil de olsa. Oldu. Karıştırdım değil mi? Karıştırdım. Dürüst oldun mu? Жақсы. Ажалтын. Кім? Санжар. Кел ой. Екінші сәйкесін көріңіз. Дұрыс па орнаған? Жақсы. Отыра ғой. Балалар. Дұрыс па? Қарап отырмыз, қате болса қайттан орындатамыз. Айша. Дұрыс па? Жақсы. Дұрыс па? Ал, енді соңғысы бар. Перезат. Дұрыс па? Жақсы, өте жақсы. Барлығы тапсырма дұрыс орындалды. Солай ма? Демек, біз өткен тақырыпқа байланысты тапсырмаларды өте жақсы орындадық. Ал бірімізге көмек көрсетіп қоямыз. Ал келесі. Бүгінгі тақырып көп мүшені көп мүшеге көбейту. Көп мүшені көп мүшеге көбейту. Түсінді ма? Енді оқша қараңдар. Біз жаңа бір мүшені көп мүшеге көбейттік, солай ма? Бір мүшені көп мүшеге көбейту деген жақшаның сыртындағы бір мүшені, жақшаның ішіндегі көп мүшенің әрқайсысынан жеке-жеке көбейту. Солай ма? Ал енді бүгінгі тақырып көп мүшені көп мүшеге көбейту. Енді бізге қазір екі жақша немесе бірінші жақша беруі мүмкін. Бірінші жақшаның ішіндегі көп мүшені екінші жақшаның ішіндегі көп мүшеге көбейту керек. Көп мүшені көп мүшеге көбейту үшін қандай ережелерді орындау керек? Тақтаға мұндай қараймыз. Бірінші көп мүшенің әрбір мүшесін келесі көп мүшенің әрбір мүшесіне көбейту керек. Екінші, шыққан көбейткіштерді қосу керек. Үшінші, шыққан көп мүшедегі ұқсас қосылғыштарды жинақтау керек. Біз өткен сабақта өттік, сол қосылғыштарды біріктіруден. Төртінші, шыққан көп мүшені ықшамдау керек. Түсінді ма? Енді осы айтылған ережелерді қолданып, біз қазір көп мүшені көп мүшеге көбейтеміз. Ал тақтаға қараңдар, мен бірінші мысал көрсетейін сендерге, да? Ал бірінші мысал. Енді қарапайымнан бастайық. Міне, бірінші жақшаның ішінде 6х алынған 3, екінші жақшаның ішінде 2х қосу 4. Көп
мүшені көп мүшеге көбейту керек. Енді ереже бойынша бастаймыз кеттік. Бірінші жақшадағы көп мүшенің әрбір мүшесін екінші жақшадағы көп мүшенің әрбір мүшесіне жеке-жеке көбейту керек. Тең, жалғастырамыз. Тең. Бірінші 6x-ті 2x-ке көбейтеміз. Бірінші коэффициенттерді көбейтеміз. 6-ға 12 болады. Одан кейін x-ті x-ті көбейтеміз. Негіздер бірдей болғанда дәреже қосылады, иә? Ал енді 6x-ті 4-ке көбейтеміз. Плюс 24x. Бірінші мүшені әрқайсысына жеке-жеке көбейттік. Енді екінші мүшені көбейтеміз. Ал тақтаған қараймыз. Минус 3-ті 2x-қа көбейтеміз. Минус 6x. Енді минус 3-ті 4-ке көбейтеміз. Минус 12. Міне бізге мынадай көп мүше шықты. Яғни бұл бір мүшелердің қосындысы деп аталады. Әрқайсысы бір мүшелердің қосындысы. Яғни бір мүшелердің қосындысынан көп мүшеге шықты. Енді біз мына шыққан көп мүшеге қараймыз. Көп мүшенің ішінде ұқсас қосылғыштар бар ма? Қосылғыштарды мен бірдей сызықпен белгілеп көрейін. Қойма? Ал кеп қарайық. X квадратқа сұрайын жоқ бізде. X квадраттың өзін жазамыз. Плюс 24x алынған 6x. Яғни 24-тен алдына азайтамыз. 24-тен алдына азайтамыз. Плюс 18. X бар екенін ұмытпайық. Бос мүшеге ұқсас бізде жоқ та. Басқа бос мүше жоқ. Демек, көп мүшені көп мүшеге көбейтуді орындады. Түсінді ма? Ал енді келесі мысалға қараңдар. Бірінші жақшаның ішінде 2 мүше, екінші жақшаның ішінде 3 мүше. Енді екеуі де көп мүшеге жатады. Мүшесінің саны екеуден асса, көп мүшеге жатады. Енді көп мүшені көп мүшеге көбейту керек. Жаңа ережені қолданып, жақшаларды ашамыз. Ал, кеттік. Y куб минус 5y квадрат. Солай ма? Кеттік қарайық. Бірінші мүшенің әрқайсысын жеке-жеке көбейтіп болды. Енді екінші мүшені көбейтейік. Квадрат. Солай ма? А, минус 8. X табылады ма? Жоқ. Тек екеуі де бос мүше, да? Ал енді шықты, көп мүше шықты. Бір мүшелердің қосындысы көп мүше шықты. Ал енді бірінші мысалдағы сияқты бұл мысалдарға қараймыз көп мүшеге. Ұқсас қосылғыштар бар ма? 5y квадрат, 4y квадрат. Так, одан кейін басқа түсін алайын. Яғни ұқсас мүшелерді бірдей түспен бояды. Ал енді ары қарай жалғастырамыз. Тең, төмен жалғастыра берейік. Бірінші y 3 дәреже қалмасы керек. Y кубты алмасы керек. Y кубқа ұқсайтын бар ма? Жоқ, өзін жазамыз. Минус 5y квадрат плюс 4y квадрат. Минус яғни минус болу керек, бір жазылмай, 4 күні ма жазылмай ма? Жазылмай, 4 күні тесек орнына өлдірді. Минус 1 жазылмай, минус y квадрат. Араға кеттік. Минус 2y, минус 20
Y. Minus 28. Minus 22. Unik'e bir kez var. Al, bu düşüyor fayda var mı? Yok. Sonra mana ko'pchilik ikkinchi misol bor. Ya? Bunga taqib tushundimi? Al yer taqib tushunti bo'lsa, yozamiz. Endi o'sha taqiblarga baylanishda biz hozir esib bera olmaymiz. Tushundingmi? Taqib tushundimi o'xshab? So'roq bormi taqibga baylanishda? Agar taqibga baylanishda so'roq bo'lmasa, unda biz o'sha taqiblarga baylanishda taqsimlar o'rnaymiz. Tushundingmi? Taqsimlar o'rnamas burun birinchi bizga to'pga bo'linamiz. Tushundingmi? Endi bu yerga to'pga qalay bo'laymiz? Men hozir har bir farqli to'pga qanday tasavvurda qo'yaman? Bir-biridan alınlar. Bir-biridan alınlar. Anladın mı? Yine biz bu cümle kadar standart boyunca topla bölüyoruz. Standart boyunca topla bölüyoruz. Birinci standart buna topla gelip yeni standart kilis partaga borib, üçüncü standart kilis partaga, dördüncü standart buna topla. Al, topla bölüyoruz. Al, topla böyle olmuşlar. Al, şimdi taqsimni o'rnaymiz. Bizim kelesi o'rnaydi taqsimimiz. Kitap taqsimini o'rnaymiz, o'quvdan A dengiyning 104-yesibi. A dengiyning 104-yesibi. Tushundingmi? Buni hozir jupdan o'rnaymiz. Al, ana qog'ozga o'rnaymanda. Ya? Mana qog'ozga o'rnaymiz, buni tartibga qo'shamiz. So'roqlarni taqsimga baylanishda mana bergan ko'pchilikni sevib, ko'paytirib, ko'paytirib, o'xshash qo'shishlarda biriktirib. Bir olmayız, iki or bir olmayız. Birinci tasım var. Hata yapmam ben. Harakat. Yok. Birinci tasım var. Ondayız. Ablamız. Ondayız. Bunlar. X kvadrat 8x minus 7x minus 26. 8 altına yazılıyor. Hepsini yazılıyor. Bundan sonra abi şambay mısın?
жаңағы еще ұқсас қосылыстар болса біріктіреміз деп жұмали жақшаларды аштық енді ұқсас қосылыстарды біріктіруді орындаймыз. Бұл ал қарағаттың қараймыз. X квадрат плюс xy минус ax минус ay. Дұрыс па? Дұрыс. Есепті неше мал ойлады? Қарағат. 7 мал ойлады да? Тапсырманы екі дұрыс орындады. Үшінші тапсырма. Бала шақырып. Мына жаққа орындай бір үшті. Жоқ, бір топ алу ғой. Тайма. Төрт есепті. Жақсы алып. Құрсақ. Жүрдім. Жақсы. Балған күн қарай. Ұшандадың ба? Дұрыс. Жақсы. Жақсы. 2A минутада күріш мүмкін. Жақсы. Кім олды? Балған сізден олды ма? AB минус 3A плюс 2B минус 6. Ұқсас қосылыстар бар ма? Ұқсас қосылыстар бар ма? Жоқ, өте жақсы. Өте жақсы. Кім жұғындың? Жұғындың қасында. Класс ба? Тоғыз егер мынада қате кетті ғой. Тақшаны ашқан кезде қате кетті ғой. Мәлі 27 плюс 3c плюс 9c плюс c квадрат. Ұқсас қосылыстар бар ма? Тең ары ұқсас қосылыстарды біріктіреміз. Енді 9-ды 5-ке, плюс 5-ке. Плюс 9-ға 5. Плюс 45. Енді минус y-ді плюс 5-ке. Минус 27 плюс 12-сі плюс 40. Сен, Айша, сенкінде ұқсас қосылыстар бар ма бірге? Ұқсас қосылыстар бар ма? Ұқсас қосылыстарды біріктіреміз. Өте жақсы. Ал оқушылар, тапсырма орын алды. Барлығын шығарған есепке тексеріп қарады ба? Тақталарымен дұрыс шықты ма? Демек, біздің орындаған тапсырманың барлығы дұрыс орындалды. Бірақ енді арасында қате кеткендер болды, қателерді ұмытпадық. Енді қате жіберген оқушылар келесіде ондай қателікті жасамауға тырысамыз. Түсінді ма? Өйткені көбінше көбейткен кезде таңбаға қатты мән беру керек. Таңбалар ережесі бар ғой бізде. Бұл таңбалар ережесіне мән беру керек. Ал енді келесі тапсырмаға қараймыз. Тапсырма қарап қойып, қазір ережесін түсіндірем. Екеуміз қарадық. Топпен орындалатын жұмыс. Тапсырманың ережесіне мұқият қараңыз. Бізге көбінше берілген және көбіншеге көбейткен. Бірақ көбіншеге көбейткен кезде қате жіберілген. Біз енді топпен бірігіп, сол қателерді табамыз. Түсінді ма? Топпен отырып, топпен бірге жұмыс жасаймыз. Барлығымыз бірге отырып, есептің ішіндегі қателерді табамыз. Қай жерде қателер кеткен? Ортақ ойында бірге таңбадан қате кетуі мүмкін, коэффициенттен қате кетуі мүмкін, немесе дәрежеден қате кетуі мүмкін. Мына көбіншені ашпаймыз, тек қай жерде қате кеткен, сол қатені ашсыз, сол қатені табамыз. Түсінді ғой? Мына жақшаны қайтадан ашпаймыз да? Жоқ, олай емес. Жоқ, астында ашылған жақша. Астында жақша ашылған, сол қатені табу керек. Міне, қараңыз. Мысалы, көбінше тұр ма? Мына астында жақша ашылған. Сол жерде қате кеткен, сол қате жерлерді ғана сызамыз. Болды ма? Ал тексереміз.
Екі қате, жақсы, дұрыс. Екіншісінде, так, плюс болу керек, минус болып жіберген. Бір қате, екі қате кеткен, дұрыс. Екіншісінде, бір қате кеткен. Бұл мүмкін, мынада сәл бар. Қатерлер бар. Мынада бір қате кеткен, екі қате, үш қате. Не болу керек еді? 8 болу керек. Қасында не? X болу керек. Тапсырмадағы кеткен қателер қарай. Оқшар. Бірінші тапсырмадағы кеткен қателер. Мына жерде 2 болу керек. Солай ма? Мына жерде минус болу керек. Бірінші топ барлық тапсырманың дұрыс орындады. Демек бірінші топқа неше ұпай? 9 ұпай. Екінші топ толық болмады тапсырма. Келісесіздер ме? Тапсырма толық болған жоқ. Ішінде 2 қате кетті. Яғни үшеуі дұрыс болып, біреуі қате кетсін бе? Қате кетті. Сол үшін 8 балл. Үшеуі дұрыс болып, біреуінен қате 9 табылды. Ал бұл топқа да 8 балл. Демек 9 балл қайда алды? Жақсы. Жүйріктен жүйрік олар жарысқанда деймін. Енді оны мен әр топқа беремін, бірақ бұл топтық жұмыс емес, әрбір жеке болып беремін. Мына есептің әр қайсысына 10 ұпайдан беріледі, ал кім мықты сол шарт болып жүреді. Түсінді ма? Бір топтан біреу шығуы мүмкін, немесе бір топтан екеу шығуы мүмкін. Бір топтан біздің үшін пайда болуы мүмкін. Енді біз бұны қазір қараймыз. Егер дайын болса, тақтаға жазуға болады. Кім дайын, сол тақтаға жазады. Ал, моза деген көліге. Ал, мен оқшар сізден өз сұрақ қойайын. Біз негізі бүгінгі тақырып көміршелерді көбейту ғой. Көміршелерді көбейткен кезде біз бірінші жақшаларды ашып, одан кейін өрнектерді шандаймыз. Солай ма? Ал бұл тақтада тұрған есеп теңдеу шешу. Қатысы бар ма жоқ па бүгінгі тақырыпқа? Қатысы бар. Демек, көміршеге көбейтуді қолдана отырып, теңдеуді шешу керек. Көрейік, 10 ұпайдан алады екен. Қайсысы шардың? Төртіншісі ма? Ал, қайрас көрейік. Тақтаға қарап, тексеріп отырмыз. Минус 42-ке 9-ды қосқанда минус 33 болады. Минус 33 болады. Ал неге бізде плюс 33 шығып тұр? Өйткені теңдіктің оң жағына өтті. Солай ма? Сөкілді плюс. Жақсы. Майраға неше балл береміз? Ал, кім не дейді? Неге 9? 10 балл беруге болмай ма? Қателесті? Қателесті, бірақ қатесін тапты. Қатесін қайтқан өзі тапты ғой. Біреуі көмектескен жоқ қой. Я? Бірінші x-тен 33 деді, минус қойды, қайтқан минус алып тастады. Неше балл береміз? 10 балл береміз ба? Ал, онда Майраға бір мүмкіндік берейік онда, жақсы. Енді жоғарыдан бастап орындаған еңбегі бар ғой. Пасылнайға 10 балл берейік. Ал, оқушылар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Бүгінгі сабаққа байланысты сендерге бір-екі сұрақ қояйын, бүгінгі сабақтан мен нені білдік? Көп мүшені көп мүшеге көбейтуді білдік. Солай ма? Барлығымыз білдік қой? Енді екінші сұрақ. Бүгін мен сабақтан не үйрендім?
барлығы бірдей дұрыс толық шыға бермейді. Бірақ қате кеткен болса, ендігі сабақта сол қатемен жұмыс жасаймыз. Келістік па? Ал үйге тапсырма. Кітаптан Б деңгейден 113-ші есеп. Күнделікке жазып қойыңдар. 113-ші есеп. 113-ші есеп. Енді бізде жаңа балалардан оқшар бар ғой? Иә? Сол балды аламызда күнделікпен алып келеміз. Күнделікпен сол балды қойып береміз. Бүгінгі сабақ аяқталды. Сау болыңдар. Майра 8 және 10 балл алған. Жоғары балл қойып берейін. 10 балл. Өте жақсы. Перизат 7 балл және 8 балл алған. Жоғары балл қойып береміз. 8 балл қойып береміз.